Сәлем қадірлі оқырман. Арнама жазылып, қолдау білдірсеңіз қуанып қалар едім. Бүгін сіздерге шынайы махаббат туралы ауыр оқиғаммен жүректі ауыртатын, бірақ ешқашан ұмытылмайтын хикаяны оқып беремін. Күздің салқын кешеді. Қала көшелерін сарғайған жапырақтар басып, жел оларды асықпай тербетіп тұрған. Адамдар асығыс, әркім өз ойымен әлек. Айдана автобус аялдамасында тұрды. Қолында кітап, бірақ көзі жолда. Біреуді күтіп тұрғандай, немесе бірдеңе жетіспейтіндей. Сол кезде оның жанына бір жігіт келіп тоқтады. «Кешіріңіз, бұл 23-ші автобус осы жерден өтеді ме?» деді жұмсақ дауыспен. Айдана басын көтерді. Олардың көздері түйісті. Бір сәтке уақыт тоқтап қалғандай болды. «Иә, өтеді», деді ол абдырап. Жігіт жымиды. Сол сәт олардың тағдырын өзгерткен алғашқы сәт еді. Келесі күні де олар сол аялдамада кездесті. Бұл жолы жігіт бірінші болып амандасты. «Кеше көмектескеніңіз үшін рахмет. Менің атым Арман». «Айдана», деді қыз қысқа ғана. Осылайша қарапайым таныстық басталды. Күн сайын олар бір уақытта келетін болды. Әңгімелерде ұзара түсті. Басында жай ғана ауа райы, кейін өмір, армандар. Арман өте қарапайым, бірақ терең ойлы жігіт еді. Оның әр сөзі Айдананың жүрегіне жететін. Айдана өзі де байқамай оны күте бастады. Бір күні жаңбыр жауды. Айдана қол шатырсыз қалған еді. Сол сәтте Арман жүгіріп келіп, «Бірге тұрайық», деді қол шатырын ұсынып. Олар бір қол шатырдың астында алғаш рет жақын тұрды. Жүректері бірдей соққандай. Айдана бұрын ешкіммен өзін бұлай жайлы сезінбеген. Сол күні олар автобусты да ұмытып кетті. Кешкісін Айдана ұйықтай алмады. Оның ойында тек Арман. Оның күлкісі, дауысы, көз қарасы. «Бұл не сезім?» деп сыбырлады өзі. Ал Арман болса, дәл сол түні досына «Мен оны жоғалтқым келмейді», деді. Бірақ ол кезде екеуі де білмейтін, бұл махаббаттың соңы қайғылы болатынын. Бір күні Арман кешігіп келді. Әдетте уақытынан бұрын келетін ол бұл жолы шаршаңқы көрінді. «Бәрі дұрыс па?» деп сұрады Айдана. Арман бір сәт үнсіз қалды. «Иә, жай ғана жұмыс», деді. Бірақ оның көзінде бір құпия бар еді. Айдана оны сезді. Және дәл сол құпия олардың тағдырын өзгертетінін әлі білмеді. Сол күннен кейін Айдананың ішінде түсініксіз бір сезім пайда болды. Бұрын Арманмен кездесуді асыға күтсе, енді сол қуанышпен қатар белгісіз қорқыныш та бірге келетін болды. Келесі күні олар әдеттегідей кездесті. Бірақ Арман бұрынғыдай ашық емес еді. Көзі бір нүктеге қадалып, ойы басқа жақта жүргендей. «Арман, саған не болды?» деді Айдана ақырын. «Ештеңе, шаршадым ғана», деді ол күлімсірегендей болып. Бірақ ол күлкі шынайы емес еді. Айдана алғаш рет оны түсіне алмай қалғанын сезді. Бұрын әр сөзін, әр қимылын сезетін еді. Ал қазір ол алыстап бара жатқандай. Сол сәтте Айдананың жүрегінде алғаш рет қорқыныш пайда болды. «Мен оны жоғалтып аламын ба?» Арада бір апта өтті. Арман кей күндері мүлде келмейтін болды. Телефонға да сирек жауап беретін. Айдана өзін алданғандай емес, керісінше алаңдаулы сезінді. Бір күні ол ұстай алмай, Арманның үйінің жанына барды. Ол мекенжайды бір күні жай әңгіме арасында айтып кеткен еді. Үйдің алдында біраз тұрды. Ішке кіруге батылы жетпеді. Сол кезде есік ашылып, орта жастағы әйел шықты. «Кімді іздеп тұрсың, қызым?» деді жылы жүзбен. Айдана абдырап қалды. «Мен Арманды». Әйелдің жүзіндегі күлкі бір сәтте жоғалып кетті. «Сен кімсің?» «Досымын». Әйел ауыр күрсінді. «Қызым, сен бәрін білмейсің ғой». Айдананың жүрегі тарс ете түсті. «Нені?» «Арман, ол ауыр науқас». Сол сөздер Айдананың құлағында қайта-қайта жаңғырып тұрды. Айдана сенгісі келмеді. Келесі күні Арман келгенде ол бәрін сұрады. «Бұл рас па?» Арман үнсіз қалды. Ұзақ үнсіздіктен кейін ғана «Иә», деді жай ғана. «Неге айтпадың?» «Себебі мен сені жоғалтқым келмеді». Айдананың көзіне жас толды.
Мен сенің жаныңда болар едім ғой. Арман басын шайқады. Жоқ, сен мұндай ауырлықты көтермеуің керек еді. Мен өзім шешемін. Айдана бірінші рет қатты сөйледі. Сол сәтте Арман оның қолынан ұстап, бұл уақытша емес, Айдана, деді. Мен ұзақ өмір сүрмеймін. Айдананың әлемі сол сәтте қирады. Сол түні Айдана үйіне барып ұзақ жылады. Оның алдында екі жол тұрды. Бірінші, қазір кетіп өзін құтқару. Екінші, соңына дейін бірге болу. Бірақ жүрек таңдау жасады. Келесі күні ол Арманға келді. Мен кетпеймін, деді нық дауыспен. Арман таң қалды. Айдана, сен түсінбейсің. Түсінемін. Сенің әр күнің санаулы екенін де түсінемін. Онда неге? Айдана оның көзіне тура қарап. Себебі мен сені жақсы көремін. Арман алғаш рет жылады. Сол күннен бастап олардың өмірі өзгерді. Олар әр күнді соңғы күндей өткізе бастады. Қала көшелерінде бірге жүрді. Кешкі аспанға қарады. Болашақ туралы емес, тек бүгін туралы сөйлесті. Арман кейде шашақ қалатын, бірақ Айдана ешқашан оны жалғыз қалдырмады. Егер уақыт тоқтап қалса ғой, деді бір күні Арман. Біз үшін тоқтап тұр, деді Айдана күлімсіреп. Бірақ іштей ол да шындықты білетін. Уақыт тоқтамайды, және ол оларды бір-бірінен ажыратады. Күндер өтіп жатты. Сырт көзге бәрі бұрынғыдай көрінгенімен, Айдана әр күн сайын Арманның өзгеріп бара жатқанын анық сезетін. Бұрынғыдай сергек емес, күлкісі сирек, көзіндегі жарықта бәсеңдей бастаған. Бір күні олар саябақта отырды. Күздің соңғы күндері еді. Жапырақтар жерге түсіп, айнала бір түрлі мұңға толы. Арман ұзақ үнсіз отырды. Нені ойлап отырсың, деді. Айдана оның иығына басын сүйеді. Сен туралы, деді ол жай ғана. Мен туралы. Егер мен болмасам, сен қалай өмір сүресің, деп. Айдана бірден басын көтерді. Ондай сөз айтпа. Айдана, бұл шындық. Маған шындықтың керегі жоқ. Маған сен керексің. Айдананың дауысы дірілдеп шықты. Арман оның қолын қатты қысты. Кешір, бірақ мен сені дайындағым келеді. Айдана көз жасын тыя алмай, мен дайын емеспін. Ешқашан дайын болмаймын, деді. Сол сәтте екеуі де түсінді. Бақыттары санаулы ғана екенін. Бір күні Арман кенеттен есінен танып қалды. Айдана оны ауруханаға жеткізгенше жаны шықты. Қолдары дірілдеп, көзі жасқа толып тұрды. Дәрігерлер оны бірден алып кетті. Айдана есіктің алдында жалғыз қалды. Сағаттар өтті. Әр минут мәңгілік сияқты. Соңында дәрігер шықты. Сіз кім боласыз, деді ол. Мен сүйгенімін. Дәрігердің көзі жұмсарды. Жағдай ауыр. Біз қолдан келгеннің бәрін жасап жатырмыз. Ол тірі ме? Қазір иә, бірақ ол сөзін аяқтамады. Айдана бәрін түсінді. Сол түні ол аурухана дәлізінде отырды. Ұйықтамады. Көзін жұмса, оны жоғалтып аламындай қорықты. Құдай, тек оны алып кетпе, деп сыбырлады. Бірақ тағдыр оны тыңдамады. Арман есін жиғанда, жанында Айдананы көрді. Сен кетпедің бе? Деді әлсіз дауыспен. Айдана жылап жіберді. Мен сені ешқашан тастамаймын. Арман әлсіз жымиып, мен бақыттымын. Айдана оның қолын ұстап отырды. Сол сәтте ол өзіне уәде берді. Қанша уақыт қалса да, мен оны бақытты етемін. Бірақ дәрігерлердің сөздері құлағында тұрды. Уақыты өте аз. Айдана сыртқа шыққанда, алғаш рет қатты айқайлап жылады. Ол әлсіз емес еді. Бірақ бұл ауырлық тым ауыр еді. Ауруханадан шыққан соң, Арман бір өтініш айтты. Айдана, менің бір тілегім бар. Айт, мен бәрін жасаймын. Мен кеңізді көргім келеді. Айдана бір сәт ойланып қалды. Бірақ бірден барамыз, деді. Шынымен бе? Иә, қазір күтпейміз. Олар жолға шықты. Ұзақ жол. Бірақ ең маңызды сапар. Кеңізге жеткенде Арман ұзақ қарап тұрды. Қандай әдемі.
деді сыбырлап. Айдана оның жанында тұрды. Сол сәт олардың ең бақытты сәт еді. Бірақ ең ауыр сәттерде жақындап келе жатты. Теңізден қайтқан соң Арманның жағдайы күрт нашарлады. Ол жиі әлсіреп, кейде тіпті сөйлей алмай қалатын. Айдана күн-түн қасында болды. Тамақ ішпеді, ұйықтамады, кек бір ой, оны жоғалтпау. Бірақ уақыт ең қатал қарсылас. Бір күні Арман оны өзіне шақырды. Айдана, «Иә жаным, егер мен кетсем, жоқ, ондай сөз айтпа. Тыңдашы», деді ол әлсіз дауыспен. Айдана көз жасын сүртіп тыңдады. «Сен өмір сүр, мен ішінде». Айдана басын шайқады. «Мен сенсіз өмір сүре алмаймын». Арман оның бетінен сипап, «Сен мықтысың». Айдана ішінен айқайлап жатты. «Мен мықты емеспін, мен тек сені жақсы көремін». Қыз жақындап қалған еді. Суық ауа, сұр аспан, бәрі де Айдананың ішкі күйін бейнелеп тұрғандай. Арман енді төсектен жиі тұра алмайтын болды. Даусы әлсіреген, бірақ көздері әлі де сол, Айдананы сүйіп тұрған көздер. Сол түні Айдана оның жанында отырды. Бөлме іші тыныш. Тек аппараттардың баяу дыбысы ғана естіледі. «Айдана», деді Арман сыбырлап. «Иә, мен осындамын». «Сен шаршадың ба?» Айдана басын шайқады. «Жоқ, сен барда мен шаршамаймын». Арман әлсіз жымиып көзін жұмды. «Мен сенің жаныңда ұйықтағым келеді». Айдана оның жанына жайлап жатты. Олар үнсіз жатты. Бірақ сол үнсіздіктің өзі мың сөзден артық еді. Сол түн олардың бірге өткізген ең тыныш, бірақ ең ауыр түндерінің бірі болды. Келесі күні Арман бір түрлі сабырлы болып көрінді. Ол Айдананы ұзақ қарап отырды. «Неге бұлай қарап тұрсың?» деді Айдана жымиып. «Сені жаттап алғым келеді». Айдананың жүрегі шым ете түсті. «Мен ешқайда кетпеймін». Арман ақырын басын шайқады. «Жоқ, мен кетемін». Бөлмеде ауыр үнсіздік орнады. «Айдана, мен сені жақсы көремін». Бұл сөздерді ол бұрында айтқан, бірақ бұл жолы басқаша еді. Соңғы рет айтылып тұрғандай. Айдана жылап жіберді. «Мен де сені жақсы көремін, өте қатты». Арман оның көз жасын сүртті. «Жылама, мен сені жылағаныңды көргім келмейді». Бірақ Айдана тоқтай алмады. Өйткені ол жүрегімен сезді. Уақыт бітіп бара жатқанын. Дәрігерлердің көз қарасы өзгерді. Олар бұрын үмітпен сөйлесе, енді үнсіз, ауыр күрсінетін болды. Айдана бәрін түсінді, бірақ қабылдағысы келмеді. Сол күні Арман оны қасына шақырып, «Менің саған беретін бір нәрсем бар» деді. Ол жастықтың астынан кішкентай қорап шығарды. Ішінде сақина. «Бұл не?» деді Айдана дірілдеп. «Мен саған ресми ұсыныс жасай алмадым, бірақ...» Айдана жылап жіберді. «Иә, мен келісемін» деді ол, көз жасымен күліп. Арман әлсіз ғана күліп. «Рахмет, мен бақыттымын». Бұл олардың ең қайғылы бақытты сәт еді. Сол түні бәрі өзгерді. Арманның жағдайы күрт нашарлады. Дәрігерлер жүгіріп келді. Айдананы сыртқа шығарды. «Жоқ, мен онымен боламын» деп айқайлады ол. Бірақ есік жабылды. Айдана есікті ұрып жылады, жалынды. Бірақ ешкім кіргізбеді. Бірнеше минут, әлде сағат. Ол уақытты сезбеді. Сосын есік ашылды. Дәрігердің жүзі бәрін айтып тұрды. «Кешіріңіз», сол бір сөз. Айдананың әлемін тас талқан етті. Ол бөлмеге жүгіріп кірді. Арман қозғалыссыз жатты. «Жоқ, жоқ, ояншы» деп айқайлады ол. Оның қолын ұстап сілкіді. «Сен уәде бердің ғой, мені тастамайсың дедің ғой». Жауап болмады. Тек үнсіздік, мәңгілік үнсіздік. Жерлеу күні. Аспанда жылап тұрғандай. Айдана бәрін фырттай бақылап тұрғандай болды. Адамдар келіп көңіл айтып жатыр, бірақ ол ештеңе естімеді.
Оның жаны арманмен бірге кеткендей еді. Топырақ салынған сәтте ол кенет айқайлап жіберді. Тоқтағдар, ол тірі, ол мені тастамайды. Адамдар оны әрең ұстап қалды. Ол жылап, айқайлап, есінен танып қалды. Сол күннен бастап Айдана бұрынғы Айдана емес еді. Жерлеуден кейін үй іші тым тыныш болып кетті. Бұрын бұл тыныштық демалыс сияқты еді, ал қазір ауыр, тұншықтыратын үнсіздік. Айдана бөлмесіне кіріп, есікті ішінен жапты. Ол ешкімді көргісі келмеді, ешкіммен сөйлескісі келмеді. Төсеуіне отырды. Бәрі бұрынғыдай, бірақ ештеңе бұрынғыдай емес. Қабырғада ілулі тұрған суреттерге көзі түсті. Бірінде олар бірге күліп тұр, екіншісінде теңіз жағасында. Айдана орнынан баяу тұрып, сол суретті қолына алды. «Сен қайда кеттің?» деп сыбырлады. Көзінен жас тамшылап суретке түсті. Ол сол жерде ұзақ тұрды. Уақыттың қалай өткенін де байқамады. Сол күннен бастап ол сыртқы әлеммен байланысын үзді. Телефонға жауап бермеді. Достарымен кездеспеді. Тек бір ғана ой. Ол қайтып келеді. Міндетті түрде келеді. Бірнеше күннен кейін Айдана бір түрлі нәрселерді байқай бастады. Алғашында ол жай ғана сезім сияқты еді. Түнде бөлмеде жалғыз отырғанда біреу тұрғандай, біреу қарап тұрғандай, біреу тыныстап тұрғандай. «Арман», деп сыбырлады ол бір күні. Жауап болмады, бірақ ол анық сезді. Ол жақын. Келесі күні ол оның дауысын естігендей болды. «Айдана». Айдана орнынан атып тұрды. «Арман, сен бе?» Бөлме бос. Бірақ ол сенді. Бұл жай ғана елес емес. Бұл ол. Сол күннен бастап Айдана шындық пен қиялдың айырмасын жоғалта бастады. Бір кеште Айдана терезе алдында отырды. Көшеде жаңбыр жауып тұрды. Кенет есік қағылды. Жүрегі дүрсілдеп кетті. «Кім?» деді ақырын. Жауап жоқ. Бірақ есік тағы қағылды. Айдана баяу барып есікті ашты. Ешкім жоқ. Бірақ табалдырықта су іздері бар. Ол дірілдеп: «Арман, сен келдің бе?» Ол күлімсіреп жіберді. Сол сәттен бастап ол сенді. Арман тірі. Ол қайтып келді. Ол күн сайын есікті ашып күтетін болды. Әр дыбысты оның қадамы деп ойлайтын. Айдананың анасы оның өзгергенін байқап жүрді. «Қызым, сен дұрыс ұйықтап жүрсің бе?» деді бір күні. Айдана күлімсіреп: «Иә, бәрі жақсы. Арманда келіп жүр». Анасы қатып қалды. «Не дедің?» «Ол тірі. Сендер көрмейсіңдер ғана». Анасының көзіне жас келді. «Қызым, ол...» «Жоқ, ол өлген жоқ!» деп айқайлады Айдана. Оның көзі өзгере бастаған еді. Қарашығы үрейлі, бірақ сенімді. Сол күннен бастап жақындары қорқа бастады. Айдана бөлмесін өзгертті. Ол бәрін арман тірі сияқты етіп жасады. Екі адамға арналған дастархан, екі кесе шай, екі жастық. Ол онымен сөйлесетін, күлетін, тіпті кейде ұрсатын. «Неге кешіктің?» дейтін. Сосын өзі күліп: «Жарайды, ренжімеймін». Сырт көзге бұл қорқынышты еді, бірақ Айдана үшін бұл шынайы өмір. Бір күні анасы оны сырттай бақылап тұрды. Айдана бос орынға қарап: «Мен сені еш қашан жібермеймін», деді. Сол сәтте анасының жүрегі ауырды. Өйткені ол қызын жоғалтып бара жатқанын түсінді. Айдана үшін енді екі әлем бар еді. Бірі адамдар көретін шын әлем, екіншісі тек өзі сезетін, өзі сенетін әлем. Арман бар әлем. Таңертең анасы ас үйге жалғыз отырып шай ішіп жатса, Айдана қарсысында бос орынға қарап сөйлесіп отыратын. «Бүгін ерте тұрдың ғой?» деп жымиып қояды. «Жоқ, кешіккен жоқсың. Мен күтіп отырдым». Анасы үнсіз жылайтын. Ол қызымен сөйлескісі келеді, бірақ әр сөзі оны одан сайын алыстататындай. Айдана үшін арман тіреді. Ол оның жанында, оны құшақтайды деп сезеді, дауысын естиді. Тіпті кейде оның кемін сезгендей болады. Бірақ бұл кек оның санасының жасаған әлем еді. Бір күні түнде бәрі өзгерді. Айдана әдеттегідей арманмен сөйлесіп отырды.
Кенет оның жауабы өзгеріп кеткендей болды. Бұрынғыдай жұмсақ емес, салқын. Сен мені неге жібермейсің? Дегендей болды. Айдана шошып кетті. Жоқ, сен олай демейсің. Бөлме суып кеткендей. Жарықта біртүрлі көмескі. Айдана артына қарады. Ешкім жоқ. Бірақ ол қорқынышты сезінді. Алғаш рет. Бұл шынымен арман ба? Деген ой келді. Сол сәттен бастап оның елестерде өзгеріп бара жатты. Келесі күндері Айдананың мінезі тұрақсыз бола бастады. Бірде күледі, бірде жылайды, бірде айқайлайды. Сен мені тастамайсың дедің ғой, деп бос бөлмеге айқайлайды. Сосын бір сәтте, кешір, мен қатты айтып қойдым, деп жылап кешірім сұрайды. Анасы дәрігер шақырды. Дәрігер ұзақ қарап, ақырын ғана, бұл ауыр психологиялық күйзеліс, оған көмек керек, деді. Бірақ Айдана дәрігерді көргісі келмеді. Мен жынды емеспін, деп айқайлады. Ол тірі, сендер түсінбейсіңдер. Ол шындықты қабылдаудан толық бас тартты. Сол сәтте оның ішкі әлемі толық бөлінді. Анасы оны емханаға апармақ болды, бірақ Айдана қашып кетті. Түнде, жаңбыр астында, ол жалғыз жүрді, бірақ өзі жалғыз емес деп ойлады. Арман, сен осындасың ғой, деді ол сыбырлап. Жел ғана жауап берді. Ол бұрын барған жерлеріне барды. Аялдама, саябақ, сол алғашқы кездесу орны. Ол жерде ұзақ тұрды. Сен дәл осында едің, есінде ме? Көзінен жас ақты. Неге мені жалғыз қалдырдың? Жауап жоқ. Бірақ ол күтті. Соңына дейін күтті. Таң ата оны полиция тауып алды. Ол су болған, шаршаған, бірақ көзінде бір түрлі тыныштық бар еді. Мен оны таптым, деді ол ақырын. Кімді? Деді олар. Арманды. Ол менімен бірге. Бірақ оның жанында ешкім жоқ еді. Сол күні оны арнайы орталыққа алып кетті. Дәрігерлер оны бақылауға алды. Айдана алғашында қарсылық көрсетті. Сосын кенет тынышталды. Өте тыныш, тым тыныш. Ол керезеден сыртқа қарап отырып, біз енді ешқашан бөлінбейміз, деді күлімсіреп. Бірақ бұл күлімсіреу бақыт емес еді. Бұл шындықтан толық азыраған адамның күлкісі еді. Айдананы арнайы емдеу орталығына орналастырды. Бөлме аппақ, қабырғалар суық, керезе темір тормен жабылған. Бірақ Айдана үшін бұл жерде бос емес еді. Ол төсектің бір жағына өзі отырса, екінші жағына орын қалдыратын. Мұнда отыр, деп сыбырлайтын. Мейірбикелер оны сырттай бақылап жүрді. Ол үнемі біреумен сөйлеседі, деді бірі. Бірақ жанында ешкім жоқ. Айдана шын бар еді. Әрдайым бар. Ол кейде күліп, кейде сыбырлап, кейде көзін жұмып, біреудің иығына сүйенгендей болады. Мен сені сезіп тұрмын, деді бір күні. Сол сәтте оның жүзі бақытты көрінді. Бірақ бұл бақыт шындыққа жат еді. Күндер өткен сайын Айдананың ішкі әлемі күрделене түсті. Енді ол тек арманды ғана емес, басқа да дауыстарды ести бастады. Бірі жұмсақ, бірі суық, бірі бұйыратын. Оны жібер. Жоқ, ұстап қал. Ол сенікі емес. Ол тек сенікі. Айдана құлағын жауып, тоқтағдар, деп айқайлайтын. Мейірбикелер жүгіріп келетін. Бәрі жақсы, тынышталыңыз. Бірақ оның ішінде ештеңе тыныш емес еді. Оның санасы енді бірнеше бөлікке бөлініп кеткендей. Ал арман сол дауыстардың ішінде жоғалып бара жатты. Бір күні Айдана бұрынғыдан да тыныш болды. Ол терезе алдында ұзақ отырды. Күн батып бара жатты. Кенет ол күлімсіреп жіберді. Сен келдім. Ол орнынан тұрып, бос кеңістікке қарай жүрді. Қолын созды. Сол сәтте ол үшін бәрі шынайы еді. Арман оның алдында тұрғандай. Мен сені күттім, деді ол сыбырлап. Ол көзін жұмып, біреуді құшақтағандай болды. Енді біз бірге кетеміз, иә? Сол сәтте оның жүзі тыныштыққа толды. Ұзақ уақыттан бері алғаш рет. Ол шынымен бақытты көрінді. Сол күннен кейін Айдана өзгеріп кетті. Ол айқайламайды, жыламайды.
қарсылық көрсетпейді, кек күлімсірейді, үнемі. Дәрігерлер алаңдай бастады. Бұл жақсы белгі емес, деді бірі. Неге? Себебі ол шындықтан толық ажырап кеткен. Айдана күнде бірдей сөзді қайталайтын болды. Біз кетеміз, жақында кетеміз. Қайда? Деп сұрады Мейірбике. Айдана жай ғана күлімсіреп. Ол жақта ауырмаймыз. Ол жақта бәрі жақсы. Оның көзінде енді бұл дүниеге деген байланыс қалмаған еді. Түн, бөлме қараңғы. Айдана терезе алдында тұрды. Ай жарығы оның жүзін әлсіз ғана жарықтандырып тұр. Арман, дайынсың ба? Ол сыбырлады. Тыныштық. Бірақ ол жауап естігендей болды. Ол терезеге жақындады. Қолын әйнекке қойды. Мен келемін. Дәл сол сәтте есік ашылып, Мейірбике кіріп келді. Не істеп тұрсыз? Айдана артына бұрылып, жай ғана күлімсіреп, ол мені күтіп тұр. Оны дер кезінде тоқтатты. Бірақ сол түннен кейін дәрігерлер түсінді. Айдана енді бұл өмірден кетуге дайын. Өйткені оның санасында ол әлде қашан басқа әлемге өтіп кеткен еді. Сол түннен кейін Айдана мүлде басқа адамға айналды. Ол енді дәрігерлермен сөйлеспейтін, тек бос кеңістікке қарап күлімсірейтін. Ол келді, дейтін ақырын ғана. Мейірбикелер оның жанында болғанда, ол кейде олардың арасынан біреуді көрмейтіндей өтетін. Өйткені оның әлемінде тек бір адам ғана бар еді — Арман. Бір күні дәрігерлер оны бақылап отырып, қорқынышты нәрсені байқады. Айдана бөлменің бұрышына барып, ұзақ уақыт бойы бір нүктеге қарап отырды да, кенет күлімсіреді. Сен мені ұмытпадың ба? Деді ол сыбырлап. Бірақ ол жерде ешкім жоқ еді. Сол сәтте бәрі түсінді. Оның санасы шынайы әлемнен толық ажыраған. Айдана енді айқайламайтын болды. Енді ол тыныш еді. Өте тыныш. Бірақ бұл тыныштық қорқынышты болатын. Ол кейде қабырғаға қарап отырып, біз үйдеміз ғой, иә? Сосын өзі жауап беретін. Иә, үйдеміз. Мейірбикелер оның сөйлегенін жазып алды. Дәрігерлер ұзақ үнсіз қалатын. Ол енді екі әлемнің арасында өмір сүріп жатыр, деді бірі. Бірақ ешкім оны қайтара алмайтын еді. Айдана үшін Арман енді тек естелік емес еді. Ол күнделікті өмір. Таңертең оянғанда, қайырлы таң, дейтін. Түнде ұйықтар алдында, менімен бірге ұйықта. Кейде ол күліп қояды. Бүгін жақсы күн болды, иә? Сырт көзге бұл жалғыз адамның әрекет сияқты көрінетін. Бірақ ол үшін бұл шынайы махаббаттың жалғасы еді. Аурухана қызметкерлері оны бақылап шаршады. Біз оны жоғалтып алдық, деді дәрігер. Оның денесі осында, бірақ өзі басқа жерде. Бір күні Айдана ерекше тыныш болды. Ол терезе алдында ұзақ отырды. Күн сәулесі бөлмені жылытып тұрды. Ол ақырын ғана, мен бәрін түсіндім, деді. Мейірбике жақындады. Нені түсіндіңіз, Айдана? Айдана күлімсіреп. Біз бөлек әлемде жүрген жоқпыз. Біз тек уақытпен бөліндік. Ол көзін жұмды. Ол мені күтіп тұр. Сол сәтте оның жүзінде ерекше тыныштық пайда болды. Қорқыныш та, ауырсыну да жоқ еді, тек қабылдау. Түн. Аурухана тыныш. Айдана төсектен үнсіз тұрды. Бұл жолы оны ешкім тоқтатпады. Себебі мейірбикелер оны бақылап ұйықтап қалған еді. Ол есікке жақындады. Жайлап ашты. Дәліз бос. Бірақ ол күлімсіреп тұрды. Мен келемін, деді ол ақырын. Ол дәліз бойымен жүріп келе жатты. Әр қадамы өз әлеміне жақындағандай. Бірақ дәл сол сәтте камералар іске қосылып, дабыл жүйесі қосылды. Дәрігерлер жүгіріп келе бастады. Бірақ кеш еді. Айдана тоқтамай бара жатты. Себебі оның санасында ол ешқайда қашып бара жатқан жоқ еді. Ол кек Арманға қайтып бара жатқан еді. Дабыл жүйесі қосылған сәтте аурухана іші бір сәтте тіріліп кеткендей болды. Дәліздерде жарықтар жыпылықтап, аяқ дыбыстары жаңғырып жатты. Тоқтатыңдар оны, деген дәрігерлердің дауысы естілді. Бірақ Айдана тоқтамады. Ол жүгірген жоқ, жай ғана жүрді. Өте баяу, сенімді қадаммен.
Себебі, оның ойында үрей жоқ еді. Кек бір ғана сезім бар. Бару керек. Ол күтіп тұр, деді ол сыбырлап. Қыз дәліздің соңына жеткенде, есік өзінен өзі ашылғандай көрінді. Ал ол үшін бұл белгеді. Ол сыртқа шықты. Түнгі ауа өте суық еді. Бірақ Айдана оны сезбеді. Ол ауруханадан алыстап бара жатты. Артынан айқайлар, жүгірген адамдар естілді. Тоқта, қайтып кел! Бірақ ол бұрылмады. Мен келемін, деді ол жай ғана. Қараңғы көшелер, жарық шамдар, суық жел, осының бәрі оған маңызды емес еді. Себебі, оның ішінде бір ғана бағыт бар еді. Арман тұрған жақ. Ол тоқтады, көшенің ортасында. Бір сәт үнсіз тұрды, көзін жұмды. Және күлімсіреді. Сен келдің бе? Деді ол ақырын. Жауап жоқ. Бірақ ол жауап естігендей басын изеді. Мен қорықпаймын. Сол сәтте оның көз алдында естеліктер жарқ етті. Аялдама, бірінші кездесу, қолсатыр астындағы жаңбыр, кеңіз, аурухана бөлмесі. Бәрі бір секундта өтті. Ол керең дем алды. Енді мен сені жібермеймін. Артынан дәрігерлер мен күзет қызметкерлері жүгіріп келді. Тоқта, қауіпті! Бірақ Айдана оларды естімеді. Ол тек алға қарады. Көзінде қорқыныш жоқ, тек сенім. Ол бір қадам жасады, тағы бір. Жарық шамдар жарқ етіп көрінді, дыбыстар күшейді. Бірақ оның ішінде бәрі тыныш еді. Себебі ол өз әлеміне толық кіріп бара жатқан еді. Дәл сол сәтте бәрі тоқтағандай болды. Айдана бір нүктеге қарап қалды. Жүзінде жеңіл күлкі. Арман. Ол қолын созды. Сол сәтте көлік жарығы көзін шағылыстырды. Уақыт бір секундқа созылып кеткендей. Бірақ осы бір секунд бәрін шешті. Қала тыныш. Жаңбыр жауып тұр. Аурухана қызметкерлері жерде үнсіз тұрды. Ешкім сөйлеген жоқ. Тек бір ғана ой. Бұл болмауы керек еді. Айдана жерде жатқан жоқ. Ол үшін бұл сәт аяқталу емес еді. Ол үшін бұл басталу болатын. Сол түні дәрігерлер оның бөлмесіне қайта кірді. Бәрі жиналған. Бірақ бір нәрсе ерекше болды. Айдананың төсегінде оның қолмен салынған сурет жатты. Екі адам, бірге, күліп тұр. Ал төменінде жазу. Біз енді мәңгі біргеміз. Анасы ұзақ жылады. Бірақ бір кезде ғана сыбырлады. Ол бақытты болды. Өз әлемінде болса да. Дәрігер басын изеді. Кейде махаббат ақылды жеңеді. Бірақ өмірде емес. Аурухана дәлізі әлі де сол күйі суық еді. Бірақ бір медбике былай деді. Кейде түнде ол жүрген сияқты сезіледі. Бәрі үнсіз қалды. Себебі кейбір махаббаттар жойылмайды. Қала түнде тыныш. Бір жерде жел қозғалады. Біреулер оны ұмытады. Біреулер жылайды. Бірақ бір оқиға бар. Ол аяқталмайды. Себебі махаббат кейде өмірден де ұзақ. Айдана мен Арман. Енді бір әлемде. Уақыт жоқ жерде. Ауырсыну жоқ жерде. Кек бірге.